сіздің заман мен қазіргі заманды салыстырсақ, қазіргі жастар бақытты ғой. Кез келген бағдарлама бар, дайын тұр. Кәсіп ашқың келсе, тегін грант, қайтарымсыз грант береді. Үй алғың келсе, жеңіл кәсіппен береді. Түрлі мамандықтарға кәсіп жаңа тегін баспана беріп жатыр біздің Теміртау қаласының өзінде. Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгінгі сәрсенбілік сараптамамызға қош келдіңіздер. Сіздермен Берік Сәлімжанұлы. Бүгінгі қонағымыз Әбілқасымов Арман Теміртау қаласынан келіп отыр. Теміртау қалалық мәслихатының депутаты, біздің ақ жолдасымыз, сол Теміртау қаласының тұрғыны, журналист. Жастардың айтпаймын, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деп. Бұл жастарға бүгін жұмыс керек. Оқып келген жастардың өз жұмысы жүр. Бұл үлкен мәселе. Енді мысалы мен өз Теміртау қалалық мәслихатының депутаты болғасын Теміртау бойынша сөйлейінші. Жұмыссыздықпен күресу керек, өйткені бірнеше диплом бар жастар расымен түрлі жаңағы өзінің мамандығы бойынша емес, жаңағы зауытта жүр, біреуі юрист болып жаңағы жүк тасып жүр деген секілді ғой. Бірақ өзінің саласында болмаса да жұмыспен қамту керек. Бірақ бұл жерде айта кететіні бар. Тағы да сол әлеуметтік желі. Блогерлардың жаңағы әлеуметтік желінің несі ғой, әсері ғой. Мемлекеттің ұсынып отырған жұмыстарын жастар алғысы келмейді. Мүмкін бұл мемлекеттің өзінің да бір қателігі шығар, өйткені мысалы мен қазір барып жұмыссыз болып тіркелсем, маған хабарласып бір 80-90 мыңдық жалақыға жұмыстар ұсынады. Мен оқып бітіріп келген жастарда тәжірибе жоқ дейді. Тәжірибе жоқ. Жұмысқа қалай аламыз дейді. Тәжірибе болу үшін ол бір жерде жұмыс істеу керек. Солай ғой. Иә. Бұл тура осындай жағдайды өз басым осы 90 жылдар біз бастан кештік. Енді оның жағдайы одан қиынырақ болды. Өйткені өмір сүріп жатқан қоғам, совет үкіметі құлады. Біз университет бітіріп, біз әскерден келіп, мен 91 жыл әскерден келсем, өмір сүріп жатқан совет үкіметі құлаған болды. Мұғалімдер көшеде саудада жүр. Сол кезде мен өз басымнан, мысалы мен сол кезде 20 жастан бір осы бүгінгі жастарды орнына өзімді қоятын болсаң, жеңіл табыс, бүгінгі өзің айтып отырған блогерлердің жылтыраған өмірі, дым жұмыс жасамай бірден жаңа орасан зор байлыққа ие болу деген бүгінгі үрдіс беріп отырған. Әрине жолдан тайдырады жастарды. Жаңа сіздің заман мен қазіргі заманды салыстырсақ, қазіргі жастар бақытты ғой. Кез келген бағдарлама бар, дайын тұр. Кәсіп ашқың келсе, тегін грант, қайтарымсыз грант береді. Үй алғың келсе, жеңіл кәсіппен береді. Түрлі мамандықтарға кәсіп жаңа тегін баспана беріп жатыр біздің Теміртау қаласының өзінде. Жастарға неше түрлі бағдарламалар, кез келген салада болсын, бағдарламалар бар. Дегенмен тағы да айтатыным сол жұмыс жасау керек. Жаман екенін түсіндіру керек. Мына қаңтар кезінде символға айналды ғой. Қаңтар кезінде мына шешіліп алаңда қалып кеткен ескі кроссовканы бәр жерде тарады ғой. Ана кроссовканың түрі, анау ескірген әбден шаршаған кроссовканың түрі осы кешегі жастардың жұмыссыздығының, жастардың баратын жаңа есігі қалмаған, басқа амалы қалмағандығының белгісіне айналған болатын. Ең бірінші мәселе осы бүгін жастарымызды далаға қаңғытпай, шетелге қаңғытпай, ақылды жастарымыз, жұмыскер жастарымыз, еңбекқор жастарымыз қылмыстық жолға түсіп кетпеуге біздің басшыларымыз бар, біздің мемлекеттік орган бар. Біз тек жазалаушы орган болып қана қалмай, жастар деген күштер ғой, күш бұл. Бұл күш. Кешегі қаңтар кезінде көшеде камераға түсіп қалған үшін ғана сотталып кете жаздаған қанша жасқа біз араша түстік. Шамамыз келгенше алаңға өзгеріс үшін, алаңға
жаңа өмір талап ету үшін шыққан жастарды алып шығуға тырыстық. Әрине ол там қылмыс жасаған, там басқа банкомат тонаған, болмаса өртеген, қиратқан, оның жағдайы бөлек. Сондықтан біздің алаш арыстары бекер айтпаған. Мен жастарға сенемін деп. Біз де жастарға сенейік. Желтоқсан оқиғасы кезінде де жастарымыз шыққан. Жастар шыққан, сондықтан студенттер. Сондықтан қазіргі студенттік өмірде жастар жай ғана жатақханаларында жатпау керек. Олардың неше түрлі жаңағы Теміртаудағы секілді, жастар орталығы секілді бір дүниелер ашып, неше түрлі курстарға бала неге қызығады, соған тегін үйірмелер ашу керек. Бұның барлығы тек қана мемлекеттің бойындағы нәрсе емес қой. Жастарға деген мемлекет жастардың назардан бей-жай қалмауына әке-шешесінен басталу керек қой. Әке-шешесіне керек жоқ жас мемлекетке керек емес. Енді қараңызшы, ешкімге керек жоқ болып қалған, ол жаңағы ортаны басқа жерден іздей бастайды. Ата-ана баласын басқа қалаға жібереді. 4 жылға жаңағы оқу бітіргенше. Теміртау қаласында да жаңағы оңтүстіктен көп жастар жүр қазір. Мен кейде қараймын, жаңағы бізде Теміртауда бір ғана университет бар өзі. Барып өмірлерімен танысам, көп жатақханаларында жатады. Оқуға барады, жатақханаларында жатады. Қызығушылық жоқ. Ата-анасы білмейді оның немен айналысып жүргенін. Ақшасын жібереді, жаңағы грантын алатын шығар. Бірақ бос уақыт көп. Немен айналысады? Белгісіз. Егер сол жастарды біреу басқа ағымға тартса, нашақорлыққа тартса, олар бару мүмкін. Өйткені басқа ештеңеге қызығушылығы жоқ. Ол жаңағы ештеңеге қызығушылықтың жоқтығының тамырының бәрі ол бір күнде пайда болған жоқ қой. Бір күнде пайда болған жоқ. Мысалы Астанаға келіп, артынан іні қарындастарын сүйрелеп, күндіз оқып, кешке официант болып, басқа болып жұмыс істеп, бүгінде үлкен үй болып отырған жақсы азаматтар танимын. Дегенмен бұл жастардың болашақтағы өзін-өзі ұстауы, жастардың болашақтағы рухани жаңа келбеті жанұяда үйде қалыптасу керек, ең бірінші. Ол мысалы ешкімге керек жоқ, ештеңкені оқымайтын, ештеңкемен айналыспайтын жастар қайдан өсіп шығады? Ол оның әке-шешесіне керек жоқ болса, оның әке-шешесі ол баласына бір звондап сұрамаса, сен не істеп жатсың балам бүгін? Осында қалада не істеп жатсың? Жалпы сабақты қалай оқып жатсың деп мысалы. Бізде баланың кемшілігін, жастардың кемшілігін жаңа мемлекеттің мойнына артық қоюға мысалы кішкене әуестік бар сондай. Ол өзінің әке-шешесіне керек жоқ, жас кімге керек? Әрине ол айтып отырғандай жаңа жолға түсуі мүмкін. Сондықтан бұл бүгін бұл жастар мәселесі жалпы бұл жүйелі түрде мектеп жасынан бастап мына әртүрлі мемлекеттерде, мысалы Жапониядағы жастардың тәрбиесі, оқуы, мысалы мен Японияда 2 айдай болдым. Сол кезде аэропортта бір жастарды кездестірдім. Жаңағы шаштары сондай бір жасыл көкке боялған, әртүрлі алба-жұлба киінген, сосын жапондық қасымда жүрген әріптестерімнен сұрадым. Мына жастар сонда немене, бұл қалай енді біздің көз алдымызға боянып алған жастарды көрсек, бірден бір жаңағы нашақор бірден келестейді ғой. Сонда олар айтады, бұлар жастар қазір міне бүгін шашы жасыл көкке бояп келе жатқан жас, ертең бұл оқу біткеннен кейін мысалы үлкен корпорацияға жұмысты кірді ме, сол күннен бастап ол басқа адам дейді. Оларда қабылданған бір менталитет бар. Оларда еңбек идеологиясы бар. Бүгінгі президент көтеріп жатқан еңбек адамы дейді. Мысалы біз жастардың ешқайсысы бүгін қойшы, малшы болғысы келмейді. Өйткені ол өте бір қор мамандықтың иесі сияқты болып көріледі. Бүгінгі жастардың барлығы бүгін прокурор болғысы келеді, бүгін антикорға жұмысқа кіргісі келеді. Оның артында не тұр? Оның артында ол антикорға кіріп бір қылмыспен күрескісі келіп тұрған жоқ. Оның артында басқа ойлар жатыр, мысалы. Бүгінгі өйткені қоғамның келбеті сондай болып кетті. Біз бүгін туысымыз әкім болса, туысымыз басшы болса, біз оған айтпаймыз ғой. Айналайын, сенің жұмысың қиындады ғой бүгін. Мен саған осы қиын жұмысыңда біз оны құттықтаймыз барып. Өйткені біз оның артында ол ертең әкім болып байитынын білеміз. Біз оның артында ол ертең прокурор болып, бүгін қарасаңыз сіз өзі бір кедей прокурор көрдіңіз ба? Көшеде. Болмаса кедей бір жаңа мемлекеттік органның басшысын көрдіңіз ба? Болмаса салық комитетінің адамдарын көрдіңіз ба? Барлығы ол жастарды алдай алмайсыз. Олар бірден көреді, бірден содан үлгі алады.
Бүгін жастардың жаппай жаңағы юрист болып, прокурор болып, сот болғысы келетіні осының себебі осы. Оныңыз рас. Мысалы Теміртауда Кармет компаниясы бар. 30 мыңдай адам жұмыс істеген, жалпы сол қарамағында, қасындағы компанияларда 30 мың адам жұмыспен қамту. Бірақ солардың өзіне адамдар жетіспейді екен. Неге жетіспейді? Теміртауда жаңағы университет бар, колледж бар. Барлық мамандықтары, техникалық мамандықтар. Сол қасындағы тұрған зауытқа тегін мамандар дайындап беріп отырған. Жыл сайын мыңдаған студент бітіріп шығып жатыр. Бірақ зауытқа бәрібір жұмысшы керек. Студенттердің көбісі жеңіл жұмыс. Зауытқа барғысы келмейді. Енді Ареке, тағы да айтам, мен жастарға сенеміз деп бізге аманаттап кеткен Алаш арыстарының сөзі бар. Енді не істейміз ары қарай? Енді бірігіп осы үйдегі ата-анадан бастап, үйде жанұядан бастап, мектеп бар, студенттік өмір бар, мемлекет араласу керек. Жастарға мемлекет араласып, түрлі бағдарламалар ойлап тауып, жұмысты күшейту керек. Заңды жеңілдетіп, жұмысты күшейтсек, жақсы нәтиже береді деген ойдамын. Бұның барлығы меніңше қағаз жүзінде жастар жылы деп жариялап, бір бекерге қалмау керек та. Бүгін сонша жерден мұхит асып барып, сонау жаңағы Америкаға барып, Англияға барып, жанталасып, жаңағы күні-түні капуста жинап, болмаса құлпынай жинап, жаңағы жерді жыртып жүрген біздің жастардың қабілеті бізде де тура солай жұмыс істеуге жетеді. Егер жаңағы істеген жұмысына төленетін болса, біздің жастар кез келген жұмыс істеп кетуге дайын. Сөзіңізге қосылам. Мен өзімде достарым бар, шетел асып, жаңағы басқа бір ұлт өкілдерінің жаңағы картошкаларын жинап деген секілді сұмдық ақшаға. Енді ақшаға қызығушылық қой мұның барлығы. Не үшін қызығады? Әлеуметтік жағдайлары мүмкін төмен шығар. Мүмкін мұндай жалақыны Қазақстаннан таппайды. Мүмкін содан шығар. Бір жағынан ақшаға қызығу болғанда, ақшаға қызығу ол заңды құбылыс, ақшаға қызығу емес, ол өзінің өмір сүру деңгейін арттыру. Мысалы, ол Совет үкіметі кезінде болған, әйтеуір ілініп салып бір жерде жұмыс істеу деген. Ол мысалы жастардың ақшаға қызығуын кішкене басқада айтуға болады. Бұл ақшаға қызығу емес, өзінің атқарған еңбегіне лайықты жаңа өзінің ақысын алу. Мен өткен жолы бір осы мына үйде ремонт жасайтын жастар бар ғой. Солардың біреуін көрдім. Жаңағы 19-шы этажға алып келген жаңағы неде бар, мөшектегі әртүрлі әктейтін, әрлейтін материалсы 30 шақты мөшекті жаңа арыстан құсап көтеріп жүрген жасты. Ол бүгін біздің жастарымыз еріншек жұмыс істегісі келмейді деген нәрсе ол бекер сөз. Құнын төлесе бүгін жастарымыз жұмыс істеуге дайын тұр. Бірақ соған енді мына тек қана жазалап, тек болмаса қарап, болмаса жаңағы қолдарына жалау ұстатып қойып, жалаулатып, жаңа әртүрлі партиялардың жиындарына жинақ қойып қарап отыратын бұл емес. Бүгін мемлекет нақты түрде жастардың нақты бағдарламаларын шешу керек. Кезінде біз ұсындық па, соны сол бағдарламаны қайтадан жандандыру керек. Жастардың аяқ тірейтін жер керек. Қанша жас бүгін қаладан, ауылдан қалаға көшіп келіп жатыр. Олардың барлығының тұрмыс жағдайы қандай? Оның жасыратын ештеңе жоқ. Сондықтан нақты қадамдар жастарды жетелейтін, жастарға осы елде қалуға мұрындық болатын шаралар жасалу керек мемлекет тарапынан. Жұмыс тауып беру керек, жақсы жалақымен, өзінің кәсібіне сай. Одан кейін жақсы үй алуға мүмкіндік салу. Мына бүгінгі еңбек адамы деп жатырмыз. Еңбек адамы қайдан шығады? Бұрынғы саясатты, мысалы, әртүрлі еңбек мамандықтарына баулайтын оқу орындарында олар тіптен жоғарғы оқу орнынан қарағанда стипендияны көбірек алатын. Сондай бір нақты шараларға көшу керек. Мысалы, менде Теміртауда стипендия аз деп ойламаймын. Студенттердің алып отырған. Олардың сұраймын ғой, жағдайларын қалай, жатақханаларын қалай, жылы, өздеріне сай, ешқандай қиындық көріп жүрген жоқ. Бірақ дегенмен Теміртауда қаласындар ма деп сұраймын ғой. Осы зауыт бар қасымызда. Оларда өйткені жоспар бойынша тегін білім алған, грантпен білім алғандар 3 жыл бойы
жаңа контракт бойынша жұмыс істеу керек Теміртаудың аумағында, жалпы біздің облыста. Жоқ, қалғымыз келмейді дейді. Неге қалғыларың келмейді? Зауытта жұмыс істегіміз келмейді дейді. Олар ертең сол дипломды алып, жаңағы ауылдарына қайтпақшы. Көп жастар сөйтіп қайтып кетіп жатыр. Бірақ олар ауылдарында ол дипломмен жұмыс табу қиын. Өйткені ондай дипломмен жаңағы біздің металлургия ғой енді. Теміртау металлургияның отаны, ордасы. Ол сол металлургияға арналып жасалған мамандықтармен оңтүстікке қарай қайтадан ауылдарына қарай қайтады да. Сосын қайтадан жұмыссыз жастар пайда болып жатыр. Бұл да енді жаңағы әдемі бағдарламалары бар мемлекеттің, бірақ сол бағдарламалардың да бір кемшілік тұстары бар. Әр бағдарламаның. Мемлекеттің әдемі бағдарламасы деп сен жақсы айттың. Осы уақытқа дейінгі мемлекеттік бағдарламалардың ішін қарасаңыз, ішінде белгілі бір жетістікке жеткен бағдарламаны айту өте қиын. Қанша қаржы жұмсалған, қаншама әртүрлі ат беріліп бір. Атынан ат үркейтін аттар берілді. Инновационный, неше түрлі, тіптен адам жаңылады бұдан. iPhone шығарамыз деді Ақтауда. Жаңағы әртүрлі, мына 20 жылдан аса біздің преференция беріп, жаңағы үкілеген автовазымыз, ана Азия авто қазір барлығы қашып, заводты қазір кесіп сатып жатыр. Ол бағдарлама дегеннің барлығы көпшілігі ақшаны игеру үшін ғана құрылған бағдарлама. Для галочки. Оның ішінде жастардың бағдарламасы да. Жастардың бағдарламасының көбі жастар жылы деп аталып, қолдарына жалау ұстатып, алаулатып, жалаулатып, ұрандатып өте шығады, бірақ жастарға нақты істеліп жатқан көмек бүгін жоқ. Нақты көмек. Нақты жұмыста керек. Сондықтан жастар деген бұл өте сезімтал азаматтар. Жастарды сіз жаңағы ұранмен алдай алмайсыз. Жастар бүгін көріп тұр. Мемлекеттік шенеуіктің жаңағы жақсы мәшінмен жұмысқа келіп отырған, жақсы пәтерде өмір сүретін, олар неге барып басқа қара жұмыс істеу керек? Оны неге біз үйтіп алдаусыр? Олар алданбайды ондайға. Олардың шетелге кетіп жатқанда сол. Биыл енді президент жұмысшы мамандықтар деді ғой, еңбек адамының жылы. Тағы да биыл сол қағаз жүзінде өтпеу үшін осы жылды жұмысшы мамандықтармен жақсылап бір түрлі бағдарламаларды іске асырған дұрыс шығар. Жай ғана қағаз жүзінде емес, расымен осы еңбек етіп жүрген жастарға мүмкін бір қандай да бір статус беру керек шығар. Арман, өте дұрыс айтып отырсың. Биылғы жұмысшы мамандық жылы деп бүгін мен байқап отырсам, мен көруімше, сезуімше, жаңа ана жерден бір қойшыны тауып, мына жерден бір жақсы жұмыс істеп жүрген сварщик тауып, әлгімен жаңа ұйымдастырып, мәселе ода емес. Ол бүгінгі жақсы жаңағы сварщик болмаса жақсы қойшы деген бүгінде де қат нәрсе. Оны шаруашылықтар таба алмай отыр қазір ондай. Ол мәселе тек қана бір ауылға барып, бір бейшара адам тауып, еңбек адам мынау деп жаңа хабар түсіру емес. Ол бүгінгі бізде мына бүгін қарасаңыз, адам мен көліктің саны екеуі теңеліп қалды. Адам мен көліктің саны. Бірақ сол көліктің жаңа ішіндегі электрониканы, соның ішіндегі әртүрлі настройкаларды, соның ішінде жұмыс істейтін мысалы оқытатын бүгінгі бұрынғы тілмен айтқанда училище ғой. Соған заманауи нәрсе көріп тұрсыз ба сіз? Бүгінгі мысалы көптеген зауыттардың кейбір бөлшектері, мен мысалы сізге мысал айтайын, мәшиненің бамперін істеп жатқан қазір цехтар бар. Ол бампер бір мемлекеттің көмегімен істеп жатқан жоқ. Мына бампердің мықтылығы заводта істелген бамперден мықты. Мысалы соны неге мемлекет қолға алып, жастарды мына инновациялық бағытқа қарай бағыттап, жоғарғы жалақы алатын дүниеге қарай бағыттап істесе, біздің жұмыс істейміз деп жанып тұрған жастар көп. Ол жастардың тауы шағылып, ана жерге барып жұмыс таба алмай, мына жерге барып жұмыс таба алмағаннан кейін амал жоқтығынан шетел асады. Ареке, уақытыңызды бөліп сонау Теміртаудан келіп, бүгінгі хабарымызға қатысып, ойыңызбен бөлісіп отырған көп рахмет. Біздің көрермендерге де айтарымыз, комментарияларыңыз болса, айтатын ойларыңыз болса, айтып бізге жазыңыздар, қараймыз, барлығын оқимыз. Не болса да міндетіміз, бүгінгі мақсатымыз да ортақ. Жастар біздікі, еліміздің
мынау жастар әрқайсымыздың өзіңде бала шағаң бар, бәріміз бір үйде бір жас бүгін бар. Жастарымыздың болашағы жарқын болу керек. Қаншама сондай мынандай сөз деп айтсақ та, бірақ сол жастарымыздың болашағы жарқын болу керек. Көп рахмет, Араке. Енді не істейміз?